Барлығына сәлем оқырмандар. Бүгін біз сіздермен метафоралық карталар арқылы сіздің жағдайыңызға жауап беретін боламыз. Интуицияңызға ерік беріп, өзіңізді өте бір бос сезініп, осы 4 метафоралық картаның ішінен біреуін таңдайсыз және өзіңіздің ойыңызда жүрген бір сұрағыңызды ішіңізден қоясыз. Және сол сұраққа бүгін осы карталар бізде жауап беретін болады. Жалпы метафоралық карта дегеніміз ол қандай да бір нақты жауап емес, бірақ сіздің әр адамның жағдайына байланысты жауап беретін карталар. Және де ол жауаптарды өзіңіздің тағдырыңызға байланысты, өз жағдайыңызға байланысты қолданасыздар. Жалпы ерекшеліктері бұл әрбір картада өзіндік бір суреттері белгіленген. Одан басқа санадан тыс ойлар мен эмоцияларды ашуға көмектеседі. Ал мына жерге сіздерге қазір осындай 4 дана карта қоямын және өздерінің бір нөмірлері бар. Ойыңызға өзіңіздің сұрағыңызды есіңізге алып, сол сұраққа осы картам жауап береді деп таңдаңыздар. Ал олай болса бастайық. Ең бірінші бізде осындай карта. Бұл 7-ші нөмірлі карта. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл ана мен баласы. Біз білеміз, ананың махаббаты, балаға деген махаббаты шексіз. Қандай жағдай болса да, анасы баласына жақсылық тілейді. Ауырса, жыласа жұбатады, қасында болады, қуанса да баласы үшін нағыз шынайы қуанатын ол бір жан ана. Сол сияқты қазіргі сіздің жағдайыңызға байланысты сізде бір мұң бар сияқты. Сізде бір қандай да бір сыр бар сияқты. Ешкімге айта алмай жүрген, тіпті анаңызға мүмкін, әпкеңізге айта алмай жүрген бір сыр болуы мүмкін. Сол сырды айтсаңыз, біріншіден сіз өзіңіз жеңілдейсіз, екіншіден сол жаңағы жағдайыңызға көмектесетін бірден бір адам ол сіздің анаңыз. Және де соны айту арқылы, немесе әпкеңіз болуы мүмкін сіздің жағдайыңызда, кейбір адамдарда сол әпкеңіз немесе анаңыз сіздің жағдайыңызға, сіздің сұрағыңызға жауап бере алады және көмек қолын соза алады деген сөз. Сондықтан қазіргі сұрағыңызды, ішіңіздегі жаңағы жағдайыңызды айтып бөліссеңіз болады. Ал екінші картамыз біз не деді екен? Екінші 11-ші нөмірлі карта бізде. 11-ші нөмір картада сіз көріп тұрғандай, мына жерде шексіз теңіз, мына жерде қыздың қарап тұрғаны, және де байқалмайтын мына жерде құстар бар. Яғни ол не? Бұл жерде сіздің жағдайыңызға байланысты мынандай сұрақтар болуы мүмкін. Мен кіммін, не істеп жүрмін, қандай менің мақсатым бар, немесе сіздің жолыңыз болмай жүрген болуы мүмкін. Сол үшін сіз тағдырға ренжіп жүрген болуыңыз мүмкін. Неге осындай болып жатыр, неге именно мен деген сияқты. Сол жағдайда, сол осы сіздің жағдайыңызда мен сізге айтатын едім. Ондай қылып әртүрлі сұрақтармен өзіңізді тығырыққа тақамаңыз. Сіз осы өмірге келген кезде өмірде шыға алмайтын жағдай болмайды. Есігі жоқ жағдай болмайды, оны білеміз. Өмірде сізде әлі де алдыңызда осы сіздің сұрағыңызға байланысты бір адаммен кездесесіз. Ол адаммен кездесу арқылы сіз осы сұрағыңызға жауаптарды да аласыз және де бір шешімін табасыз. Немесе сіз тіпті бірден кездестіріп та қойған шығарсыз осы жақын арада. Яғни жаңа адамның өміріңізге жаңа адамның келуімен сіздің мәселеңіз шешіледі деген сөз. Келесі бізде 38-ші нөмірлі карта. Мына жерде қарап тұрғандарыңыздай, әйел адам орманның ішінде тұр, қасында гүлдері бар және бұл түн. Түн мына жерде айдың нұры сияқты мына жерде. Бұл суреттің жалпы сипаттамасы қараңғы орманның ішіндегі ең бір андай мына жерде таза, мөлдір бір сондай
жалтырап тұрған әйел. Сол сізде қазір мынандай бір ойлар бар сияқты. Андай өкпе, реніш, қандай да бір оның алдында күйеуіңізбен немесе досыңызбен, жақын адамыңызбен, өзіңізге деген жүрегіңізге жақын тартатын адаммен бір ренжісіп қалған болуыңыз мүмкін, немесе білінбей бір қандай да бір сұрақ қойып бір өкпелеп қалған болуыңыз мүмкін. Соның кесірінен сіздің қазір жағдайыңыз осындай болып тұр. Яғни шамалы кейбір жерлерде ісіңіз алға баспай жатқан болуы мүмкін, немесе жүрегіңіз тынышталмай, ұйқыңыз дұрыс болмай жүрген болуы мүмкін. Сол үшін сіз қазіргі жағдайдан шығу үшін, жүрек тыныштығына жету үшін сізді ренжіткен адамдарды жүрегіңізден босатуыңыз керек. Сол кезде ғана сіздің осындай жаңағы қойып тұрған сұрағыңызға жауаптарыңыз да келе бастайды, жолыңыз да ашылады, және алға деген ұмтылысыңыз да, энергияңыз да тола бастайды. Так, мына жерде бізде 10-шы нөмірлі картада мына 7-ші сіздердің тағдырларыңыз мына ең бірінші картамен ұқсас екен, 7-мен ұқсас. Яғни мына жерде де ана мен бала, мына жерде де ана мен бала. Яғни бұл жерде де тағы да қайталап айтатыным, сіздің қазіргі қойып тұрған сұрағыңызға бірде-бір көмектесе алатын, бірден-бір жауап бере алатын, және де өзіңіздің жүрек тыныштығыңызға жете алатын нәрсе ол ішіңіздегі мұңыңызбен, ішіңіздегі жаңағы осы сұрағыңызбен, осы жағдайыңызбен жақын апаңыз, әпкеңіз, анаңызбен, жеңешеңіз болуы мүмкін, өзіңізге бір жақын, әркімнің өзінің жағдайына байланысты. Солмен бөліссеңіз ғана жете аласыз, сұрағыңызға жауап таба аласыз. Сол адамдармен бөлісіп, ақылын тыңдап деген сияқты сондай нәрселерден кейін ғана сіздің осы жауабыңыз өзімен өзі шыға бастайды, жаңағыдай айтқанда жолдарыңыз ашылады, және де осы жағдайларыңыздағы, қазіргі жағдайыңыздағы тығырықтан шығатын боласыз. Ал бүгінше осы оқырмандар біздің сыр арнамызға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Біздегі жаңадан шыққан видеолардың барлығын 3 тілде қарай аласыздар: қазақша, орысша, ағылшынша. Сізге ыңғайлы форматта қарап, және де комментарийге өзіңізге қай сан түскенін жазуды ұмытпаңыздар. Ал сіздерге айтарым, жолдарыңыз болсын, әрдайым жолдарыңыз ашық болсын, бақытты болыңыздар, және жүрек тыныштығы болсын әрдайым. Ал сау болыңыздар.